Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және мен бүгін сіздерге Наруто әлеміндегі ең ұсқынсыз құбыжық Джуби өмірі жайлы айтатын боламын, ал кеттік. Бәрін ең басынан бастайтын болсақ, Наруто әлемінде бұрын Шинджу ағашы деген өте алып ағаш бар болатын. Ол ағаш аспаннан құлаған метеориттің орнында пайда болған еді. Адамдар сол ағашты жердегі барлық берекенің бастауы деп біліп, сол ағашқа сыйынатын. Ал шын мәнісінде ол ағаш керісінше адамдарға зиян әкелетін. Ал Шинджу ағашының қасына тым жақын барған адам өліп кетіп, оның денесі қурап қалған бұтаққа ұқсап қалады деген аңыз да болған. Шинджу ағашы табиғи энергиямен қоректенетін, әрбір 1000 жыл сайын ол чакра жемісін беретін болған. Адамдарға чакра жемісін жеуге қатаң тыйым салынатын. Наруто Шиппуденде бізге осындай ақпарат айтылғанымен Боруто мангасы біздің Шинджу жайлы түсінігімізді кеңейте түсті. Бірақ оған видеоның соңында тоқталатын боламын. Ал бір уақытта аспаннан тағы бір метеорит құлап, сол метеориттен Кагуя есімді өзге тіршілік иесі шығады. Кагуя адамдармен бірге өмір сүріп жатады. Алайда белгілі бір жайттардан соң Кагуяға чакра жемісін жеп, ұлы күшке ие болуға тура келеді. Ал Кагуяның ұлдары өскенде, Кагуя оларда чакраға ие болғанын көріп, сол чакраны өзіне қайтаруға тырысады. Сол үшін Кагуя Шинджу ағашын жұтып, жаңа Джуби деген құбыжық пайда болады. Бұл Кагуя мен Шинджу ағашы жайлы оқиғаның өте қысқартылған нұсқасы, ал оның толық нұсқасын Кагуя өмірі жайлы видеода мен айтатын боламын. Ақыры ағайынды Хагарома мен Хамура өзі аналарын жеңіп, оны мөрлеп тастайды, ал Джубиді Хагарома өз денесіне мөрлейді. Хагарома өлер уақытта Джубиді 9 жаңа биджуға бөліп, оның денесінен Гедомазоны жасап және айды құрастырып, Хамура Гедомазоны күзету үшін айда қалады. Солай жаңа 9 биджу дәуірі басталды. Ал біз енді Джубидің сипаттамасына тоқталайық. Бірақ ең алдымен Джуби деген не деген сұраққа жауап берейік. Джуби ол Оцуцуки Кагуя мен Шинджу ағашының қосындысынан пайда болған құбыжық. Джуби өте алып, оның бір қолының өзі кез келген биджудан үлкенірек. Кураманың сөздеріне сүйенсек, Джуби барлық биджудан әлдеқайда мықтырақ және Джуби ешқандай сезім сезінбейді. Сол үшін оның тұрған орнын Наруто жүректегі қараңғылық арқылы таба алмас еді. Дегенмен ол Хагароманы сезген уақытта қатты ашуға булықты. Негізінен Джубидің 3 күйі бар. Ең алғашқы күйінде ол шарпышындес, үлкен ұзын ауызға ие, ал оның қолдары жіңішке әрі ұзын, ал оның құйрықтарының ұштары гүлдің бүршіктеріне ұқсайды. Келесі күйінде Джуби арық гуманоидты пішінге ие, оның аяқ-қолы ұзын және мойны бұралып қалған, және оның бір қолы шынтағынан әрі қарай жоқ. Және соңғы формасында Джубидің денесі іріленіп, оның енді 2 қолы да 2 аяғы да бар болды. Сюжет бойынша 4-ші әлемдік шинобилер соғысында Джубиді Учиха Обито қайта тірілткен еді. Гедомазоның ішінде Курама мен Гюкидің чакрасы болмаса да, Обито олардың чакрасын Бени Хисаго мен Кохаку но Джохей артефакттарын Гедомазо ішіне тастау арқылы барлық 9 биджудің чакрасын біріктіре алды. Мадара мен Обито Джубидің үстінде тұрып, оны өз мойындарына тығылған домалақ тамырлар арқылы басқарып отырды. Обито бірден мәңгілік Цукуйомиді іске қосқысы келгенімен, Мадара ең алдымен хайуанның күшін тексеруді жөн санады. Наруто мен Би Джубиға қарсы шыққанымен, олар оны тоқтатуға тым әлсіз болып шықты. Сол кезде көмекке Альянс шинобилері де жетіп үлгерді. Альянс Джубиді тоқтату үшін өте көп нинджутсуды бір уақытта Джубиға қарай бағыттайды. Бірақ Джуби келесі формасына еніп, өзін ұстап тұрған бұғаулардан құтылып, Альянстың бас штабын және тағы бірнеше елді мекенді құртып жібереді. Хаширама жасушалары арқылы Джуби бақылауын күшейткен Обито Джуби арқылы Мокутонды қолданып, Альянстың біраз шинобиін қырып тастайды. Мерт болған шинобилердің ішінде Хьюга Неджи де болды. Артынан Кицучи өз жер элементі арқылы Джубиді қыспаққа алғанымен, Обито Альянсты құрту үшін тағы да биджудаманы қолданды. Сол кезде Би өз биджудамасы арқылы Джубидің биджудамасын оның өзіне қарсы бағыттап, соққа алған Джуби жерге құлайды. Ал Наруто Курама чакрасын Альянсқа таратқан кезде Нара әулеті өз көлеңкелері арқылы Джубиді қимылсыз қалдырды. Дегенмен Мадараның көмегі арқылы Джуби босап шығып,
өз құйрықтарымен альянсты торға түсіргендей қоршап алады. Әйткенмен, Нарутоның Расен сюрикені арқылы Джубидің екі құйрығы кесіліп, альянс бұл шырмаудан босап шықты. Мадара мен Обито Джубидан бөлініп қалған уақытта өз бетімен ойлай және дами алатын Джуби аспан мен жер қиратуын қолданды. Сол кезде Джуби Нарутоның ішінен 7 биджудың чакрасын сезіп, оны Рикудо Сеннин деп ойлап қалады. Көп чакра жинаған ол дотоннан жасалған барьерді оңай бұзатын биджудама мен соққы жасады. Алайда дер кезінде келіп жеткен Минато Намиказе өз телепортациялау қабілеті арқылы биджудаманы байланыс аясынан тыс жерге апарып тастады. Басқа Хокагелер соғыс майданына келген соң олар алып барьер құрастырып, Джубидің қимылдарын бөгеуге тырысады. Джуби болса өзінің кішкентай клондарын жасау арқылы сол жоспарды жүзеге асыртпауға тырысты. Наруто және жақында келіп жеткен Саски екеуі клондардың қатарын бұзып өтіп, өз нинджутсуларын қосып Джубиге тікелей соққы береді. Дегенмен Джуби өз өртеніп жатқан бөлігін денесінен бөліп тастайды. Мадара болса Джубиді өз бақылауына алып, өзін тірілтпекші болғанда, ауыр шайқастан қайтып келген Обито бұнымен келіспей, өзі Джуби Джинчурикиіне айналады. Артынан альянс Обитоны тоқтатып, оның ішінен биджуларды суырып алады. Бірақ Мадара барлық биджуды қайта жинап, енді Мадара Джуби Джинчурикиіне айналды. Мадара Муген Цукуйомиді іске қосқанымен, Наруто және Саске сынды шинобилер мәңгілік генжутсуға түсе қоймаған еді. Шайқас барысында Мадара өз ішіндегі дауысқа сеніп, Шинджу ағашының қалған бөлігін жұтып алады. Бірақ Мадараның өкінішіне орай, оның денесін Оцуцуки Кагуя басып алады. Кагуямен шайқас аяқталып, Наруто мен Саске Кагуяны мөрлеп тастаған соң, Муген Цукуйоми әсері тоқтап, адамдар генжутсу әсерінен ояна бастады. Джуби болса қайтадан биджуларға және гедо мазоларға бөлінді. Аңыздар бойынша Джуби өз күші арқылы мұхиттарды жұтып, тауларды бұзып, континенттерді қақ айыра алады. Рикудо Сеннин Джуби күшін ақыр заманға теңеген. Джуби табиғи чакрамен бірдей аураға ие болған соң, сенсор шинобиларға оны табу тіпті қиынға соғады. Және айта кететін жайт, Джуби өз алыптығына қарамастан өте шапшаң қимылдайды, және ол өте алып болған соң, оның физикалық күші де адам сенгісіз. Джубидің қорғанысы да тым күшті. Ол дәл өзінің қасында тұрған өз биджудамасының тікелей соққысына оп-оңай шыдай алады. Видеоның басында сіздерге Боруто мангасында Шинджу ағашының шығу тегі жайлы жаңа ақпарат пайда болды деп айтқан едім. Енді соған тоқталайық. Сол жаңа ақпаратқа сүйенсек, Оцуцуки түрі Шинджу ағаштарын әртүрлі ғаламшарларда өсіріп, сол ағаш жинаған энергиядан пайда болған чакра жемістерін қорек қылады. Ал ғаламшарда нәрлі заттар біткен уақытта Оцуцукилер дәл сондай әрекетті басқа ғаламшарларда қайталайды. Дегенмен, шинобилер әлемінде Джубидің дүниеге келуі адамдар үшін де, Оцуцукилер үшін де күтпеген жайт болды. Енді Боруто мангасында біз Оцуцуки аркасының аяқталуына қарай Шинджу ағашы жайлы одан да көп мағлұмат алатын боламыз. Жалпы алғанда Джуби шиноби әлемі үшін өте үлкен рөл ойнағанымен, кейінгі деректер оның одан да мықты күштердің қолындағы жай ғана қуыршақ екенін көрсетті. Ал егер сіздер Мадара мен Хашираманың арасындағы кім мықты екенін білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір, барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.